Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен осындай кешкі астың рецептімен бөлісемін. Ең алдымен подписаться батырмасын басып, каналға тіркеліп қойыңыздар. Осындай үлкендеу ыдысқа 3 кесе ұнды және ашытқы дрожжды, тұзды және аз ғана 2 ас қасық көлемінде сұйық май құйып, жылы суға қамыр илеп аламыз. Қамырымызды бауырсаққа илегендей жұмсақтау етіп илеуге кеңес беремін. Ондай қатты жұмсақ та емес, қатты да емес, бауырсаққа илеген секілді етіп қамыр илеп алатын боламыз. Міндетті түрде жылы суға илеңіздер. Қамырды илеп болғаннан кейін бетін жауып, жылы жерге қойып қоюға кеңес беремін. 30 минуттан кейін тағы да бір басып қою керек. Содан кейін біздің қамырымыз көтерілген, өте күшті болып шығады. Мінекей біздің қамырымыз дайын болды. Қамыр дайын болғаннан кейін осындай жұмсақ қамыр болады. Дайын болғаннан кейін осыны бірнеше бөліктерге бөлетін боламыз. Алақанымыздың көлемін енді қатты үлкен қылмаймыз. Осылай бірнеше бөліктерге бөліп алатын боламыз. Менде осы қамырдан 30 осындай дөңгелекше шықты. Достар, ютубтағы қазақша контентті дамыту үшін төмендегі поделиться батырмасын басып, осы рецептпен өз құрбыларыңызбен бөлісіп қойсаңыздар болады. Мінекей біздің дөңгелекшелеріміз дайын. Бір 10 минутқа осылай бетін жауып қойып қоятын боламыз. Енді салмасы тартылған етке ұсақ етіп туралған сәбіз, пияз, капуста және картопты салатын боламыз. Өте ұсақ етіп турау маңызды. Міндетті түрде осылай төрт-төртшылап ұсақтап турап алыңыздар. Дәміне қарай тұз, одан кейін қара бұрышты және аздап сұйық майды қосамыз. Сұйық майды қосу себебіміз бір-біріне үйісіп, жабысып қалмас үшін салмамыз. Мінекей осылай салып болғаннан кейін жақсылап араластырып аламыз. Біздің салмамыз дайын. Келесі кезекте осылай жаңағы дөңгелекшеленген қамырларды қолмен басып алсаңыздар болады, немесе шағын оқтаумен 1-2 басып, ішіне дайын салмамызды салып, өріп аламыз. Қазір мен видеосын көрсетемін, сіздерде осылай өрсеңіздер болады. Қамырды қатты жұқа етіп басудың қажеті жоқ, сәл қалыңдау болғаны жақсы. Бұл өйткені ашытылған қамырдан жасалған манты, дрожжевое тесто дейді ғой орысша. Міне солай біз кешкі асты дайындайтын боламыз. Өте оңай жасалуы, міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Сіздерге видео рецепт ұнаса, төмендегі лайк батырмасын басып, пікір қалдырсаңыздар да болады. Бірінші осылай жоғарғы жағын аламыз да, екі жағын кезектестіре отырып, бірінің үстіне бірін қоя отырып жабыстырамыз. Мінекей сол кезде өте әдемі осындай ерекше мантының пішіндері дайын болады. Мінекей 50 минутқа қойып пісіріп алатын боламыз. Мінекей дайын болды. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Сіздерді мен өзімнің каналымда күтемін.